Шолпан жұлдызы Венера. Қазақ есепшілері таң атар алдында шығыс-оңтүстік жақтан жарқырап жанып көрініп, көкжиекте ерекше жарқайтып туып тұратын нұрлы үлкен жұлдызы шолпан жұлдызы немесе таңшолпан жұлдызы деп атаған екен. Бағзы замандардағы ата-бабаларымыз бұл жұлдызды әртүрлі аттармен атап келгені белгілі жай. Кейде алтын жұлдыз десе, кейде таңшолпан, кейде керуен жұлдыз, таңсөгер, таңтамба, шолпан жұлдыз, малшы жұлдыз деген тәрізді аттармен құбылта атаған екен. Қазақ малшылары түн қатып, мал өрістеткенде, жылқы күзеткенде, таңшолпан жұлдызы көрінгенде малдарын өрістен қайтарады, қораларына айдап келеді. Өздері үйлеріне оралады. Таң ауғанда шолпан туған шақта мал екеш малда жайылмайды. Түнімен жайылған мал өздігінен қораға қарай қайтады. Шолпан туған шақта мал ары қарай жайылса, малдың үш майы кетеді. Мал шарбыланбай қалады деп ұйғарған. Қазақ қара өлеңдерінде де шолпан жұлдызы туралы мынандай дерек айтылады. Әуеде бір жұлдыз бар ай секілді, кей жаман бас білмейтін тай секілді. Шығыстан шолпан туып жарқыраса, нұр оның басқа жұлдыздан бай секілді. Шолпаннан жарық жұлдыз әсте болмас, таңсыз бермей шолпанда туа қоймас. Өрістен мал қайтарып малшы қауым, малдарында таң алуды жая қоймас. Таңшолпан жұлдызы. Қазақ атам замандарда таң алдында сапсары алтындай болып күншығыс жақтан жарқырап туған жұлдызды шолпан жұлдызы деп атайды да, онымен қатар жарыса артынан туған сәл кішілеу жарық жұлдызды таңшолпан деп атаған. Алдыңғысын жай шолпан десе, кейінгісін таңшолпан, кейде үлкен шолпан, кейде кіші шолпан деп те жанамалап аттар қойған. Қазақ шолпан мен таңшолпан айырым-айырым екі жарық жұлдыз, немесе аспан әлеміндегі апалы-сіңлілі туысқан жұлдыз. Бұл екеуі де таң атып келе жатқанда таң белгісі ретінде жарық шақыратын, күн шығаратын, адамдарға тіршілік сыйлайтын киелі жұлдыз деп білген және солай есептеген. Қазақта шолпан жұлдызы мен таңшолпан жұлдызының қатар туғанына көрген адам өмір бойы тіпті жеті атасымен бақытты болады, мол ырзықты, таусылмас дәулетті болып өтеді, ұзақ өмір сүреді деп ырымдаған. Бұл ырым жаман ырым емес, адамдарды, ұрпақтарды ерте тұруға, ерте әрекеттеніп еңбек етуге шақыратын ырым. Осы күнгі аспан ғылымын зерттеген кітаптарда таңшолпан жұлдызын Меркурий жұлдызы деп атап жүр. Бұл екі жұлдыздың да таңмен таласа оянған қыз бен жігіт қатар көрсе, екеуі өмір бойы бір-біріне ғашық болып өтеді, араларына жамандық кірмейді, ұрпақты ғұмырлы болады деп ырымдаған. Мұның бәрі қазақ халқының сол туған таңшолпандай сұлу көңіл күйінен, таза ниетінен, ұрпақтарын райсыз сүйгендігінен, жарық нұрды, жақсы жұлдызы ұнататындығынан туған ырымдар. Қазақ есепшілері таңшолпан жұлдызын мынандай екі уақытта көруге болады деп қараған. Бірі күн шығар алдында, ала таң кезінде, таң мен таласа жай шолпаннан кейін туады. Екінші қара барқын түндерде.